Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика пәнінің 80-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырып 4-ке көбейту кестесі. Бүгінгі сабақта сіздер 4-ке көбейту кестесін құруды және қолдануды үйренесіздер. Оқулықтың 34-ші бетін ашып, номер 1-ші есепке назар аударайық. Бұл жерде суретті және үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін тап. Үлгі бойынша 4 қосу 4 қосу 4 қосу 4 өрнегі берілген. Оны біз көбейтінді түрінде көрсететін болсақ, 4-ті өз-өзіне 4-ке көбейттік, яғни 4 көбейту 4 тең 16-ға тең. Келесі 5 қосу 5 қосу 5 қосу 5. 5-ті біз 4 рет өз-өзіне көбейтеміз. Көбейтінді түрінде жазсақ, 5 көбейту 4 тең 20-ға тең. Енді қараңыздар, бұл жерде бізде шаршылар берілген, 4 қатар берілген және 3, 6, 9 шаршыдан 4 қатар берілген. Яғни біз бұны қалай табамыз? Яғни біз 4-ті 9-ға көбейтеміз деген сөз. Енді келесі астыңғы өрнекті табайық. 6 қосу 6 қосу 6 қосу 6. Біз оны көбейтінді түрінде жазатын болсақ, 6-ны өз-өзіне 4 рет көбейту деген сөз. 6-ны 4-ке көбейткенде 24 шығады. Келесі 6-дан кейін бізде 7. Яғни біз 7-ні өз-өзіне 7 рет қосамыз. Оны көбейтінді түрінде жазамыз. 7 көбейту 4. Ол бізде 28-ге тең. Дәл осылай 7-ден кейін 8-ді орындаймыз. 8-ді 4 рет қосамыз. 8 көбейту 4 тең 32-ге тең. Келесі 9 қосу 9 қосу 9 қосу 9. Оны көбейтінді түрінде жазатын болсақ, 9 көбейту 4 тең 36-ға тең. Осы жерде біз келесі тапсырмаларда 4-тің көбейту кестесін құрастырамыз. Алдымызға кесте берілген. Бұл жерде 4-ке көбейту кестесін жатта және оны келесі тапсырмаларда қолданамыз. Бұл жерде неге 4 көбейту 4-тен басталған? Өйткені 4 көбейту 1 тең 4 шығады. Өйткені санды әрқашан 1-ге көбейткен кезде санның өзі шығады. Келесі 4 көбейту 2 тең 8. Неге бұл жерде жазылмаған? Өйткені біз 2-ні көбейту кестесінде бұны жаттадық. Яғни 2-ні 4-ке көбейткенде 8 немесе 4-ті 2-ке көбейтеміз. 8 шығады. Келесі 4 көбейту 3 тең 12. Бұны біз 3-тің көбейту кестесінде жаттадық. Яғни 3 көбейту 4 тең 12 болады. Ары қарай 4 көбейту 4 тең 16. Ары қарай кете береді. Бұл жерде көбейту кестесін қалай қолданамыз? 6-ны 4-ке көбейтеміз 24. Бұл 4-ке көбейту кестесі бойынша біз шығардық. Немесе 4 көбейту 6 бәрібір тең 24 шығады. Бұл жерде біз көбейтудің ауыстырылымдық қасиеті бойынша қолдандық. Бұл жерде қандай ережені есімізге түсіреміз? Көбейткіштердің орнына ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. 6 көбейту 4 немесе 4 көбейту 6 екеуі де дұрыс болады. Келесі 24 бөлу 4 тең 6, 24 бөлу 6 тең 4. Бұлар көбейту мен бөлудің өзара кері амалдары. Яғни біз мысалы 20-ны 4-ке бөлеміз 5 шығады, 20-ны 5-ке бөлеміз 4 шығады. Келесі тапсырмаға көшейік. Бұл жерде санды 4-ке көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр дейді. Көбейту кестесін қоямыз. Енді көбейту кестесі бойынша кестелерді толтырамыз. Бұл жерде бос тор көзінің орнына үстіңгі сандарды қойып, өрнектің мәнін табу керек. Бұл жерде 4 көбейту 5. Көбейту кестесіне қараймыз. 4 көбейту 5, ол бізде 20-ға тең. Келесі 4 көбейту 6. 4 көбейту 6, 24. Келесі 4 көбейту 7. 4 көбейту 7, 28-ге тең. 4 көбейту 8, 32-ге тең. 4 көбейту 9, 36-ға тең болады.
Келесі бұл жерде бөлуге арналған бос тор көздің орнына үстіндегі сандарды қойып бөлу амалын орындаймыз. 16-ны 4-ке бөлеміз, көбейту кестесін қараймыз. 16-ны 4-ке бөлген кезде бізде 4 шығады екен. 20 бөлу 4, 20-ны біз 4-ке бөлген кезде 5 шығады. Келесі 24-ті біз 4-ке бөлеміз, 6 шығады. 28-ті 4-ке бөлеміз, 7 шығады. 32-ні 4-ке бөлеміз, 8 шығады. 36-ны 4-ке бөлеміз, 9 шығады. Бұл жерде біз көбейту мен бөлудің кері амалдарын орындап шықтық. Келесі номер 4-ші есепке назар аударайық. Сіздерге есептер берілген. Сіздер оны үлгі бойынша есептеу керексіздер. Мысалы, 50 көбейту 4. 50 бізде ол 5 ондық, көбейту 4. 5-ті 4-ке көбейтеміз, 20, ол бізде 20 ондыққа тең. Ал 20 ондық дегеніміз ол бізде 200 саны. Келесі 200-ді 4-ке бөлеміз. 200 ол бізде 20 ондық. 20 ондықты 4-ке бөлеміз. Көбейту кестесін есімізге түсіреміз. 4-ті нешеге көбейткен кезде 20 шығады. 20-ны 4-ке бөлгенде 5 ондық қалады. 5 ондығымыз ол бізде 50-ге тең. Келесі 20 литр көбейту 4, яғни біз 20-да 2-ні 4-ке көбейтеміз, 8 шығады, қасынан 0-ді жазамыз. Сонда бізде 20-ны 4-ке көбейткенде 80 литр шығады. Келесі 80 метрді 4-ке бөлеміз. Бұл жерде біз 8-ді 4-ке бөлеміз, 2 шығады, 0-ді жазамыз. Сонда 20 метр шығады. Бұл жерде метр. Жауабы 20 метр. Келесі 5-ші есепті шығар. Білекпен күш сынасу ойынына 4 топтан құралған ойыншылар қатысты. Әр топта 6 ойыншыдан бар. Ойынға барлығы неше адам қатысты? Бір топтағы ойыншы саны 6. Яғни әр топта 6-6-дан ойыншы болды. Ал топ саны 4. Бізге барлық ойыншылардың санын табу керек. Оны қалай табамыз? 6 ойыншыдан 4 топ болды. Яғни біз 6-ны 4 рет қосамыз. Яғни бір топта, мысалы, бірінші топ, екінші топ, үшінші топ, төртінші топ. Әр топта 6 баладан, яғни бізде барлығын қосқан кезде 24 шығады. Енді осыны басқаша көбейтінді түрінде де жазуға болады. 6-ны 4-ке көбейтеміз, 24 шығады. Сонда жауабы барлығы 24 ойыншы екен. 6-шы өрнектерді салыстыр дейді. Өрнектерді салыстырайық. Бірінші 7 мен 3-тің көбейтіндісі 21-ге тең. Келесі 2-ші 7 көбейту 2, 14-ке тең. Сонда бізде 21 саны артық болады. Келесі 60-ты 3-ке көбейтеміз. Біз 6-ны 3-ке көбейткенде 18, яғни 180 шығады. 60-ты 2-ке көбейткенде 120 шығады. Сонда бізде 180 саны артық. Келесі 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең. 4 пен 2-нің көбейтіндісі 8-ге тең. 12 саны артық. Келесі 6 мен 3-тің қосындысы 9-ға тең. 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18-ге тең. Сонда бізде 18 саны артық болады. Яғни 9 саны 18-ден кем. Өрнектерді салыстырдық. Енді келесі номер 7-ге көшеміз. Бұл жерде 2-ге де 3-ге де бөлінетін ең кіші санды тап. 2, 3, 4-тің көбейту кестесін бұл жерде есімізге түсіреміз.
4-ті біз 2-ке бөле аламыз, бірақ 3-ке бөле алмаймыз. 4-тің көбейту кестесінде өйткені 3 жоқ. Келесі 12. 12-ні біз 2-ке де бөле аламыз, 3-ке де бөле аламыз. Келесі 9. 9-ды біз 3-ке бөлсек, 2-ге бөле алмаймыз, сондықтан бұл жарамайды. Келесі 10. 10-ды біз 2-ге бөлеміз, бірақ 3-ке бөле алмаймыз. Келесі 6. 6-ны біз 2-ке де, 3-ке де бөле аламыз. Енді 12-ні 2-ке бөлеміз. 6, 12-ні 3-ке бөлгенде 4. 6-ны 2-ке бөлеміз. 6-ны 3-ке бөлдік. 2, яғни бұлар 2-ге де, 3-ке де бөлінеді. Енді осы 12 мен 6 саны ең кішісі 6 саны болып табылады. Яғни 2-ке де, 3-ке де бөлінеді. Ең кіші сан ол бізде 6. Келесі номер 8 өрнектердің мәнін тап. Өрнектердің мәнін табайық. 5-ке 4-ті көбейтеміз, 20 шығады. 200-ді 4-ке көбейтеміз, бұл жерде 2-ні 4-ке көбейтеміз. 8, қасына 2 нөлді қосамыз, сонда 800 шығады. 28-ді 4-ке бөлеміз, бұл жерде көбейту кестесін есімізге түсіреміз. 28-ді 4-ке бөлеміз, 7 шығады, яғни 7-ні 4-ке көбейткенде 28 болады. 32-ні 4-ке бөлеміз, 8, 8-ді 4-ке көбейткенде 32 шығады. Келесі 8 бен 4-тің көбейтіндісі 32-ке тең. 9 центнерді 4-ке көбейткенде 36 центнер шығады. 20-ны 4-ке бөлеміз, 5. 4 пен 5-ті көбейткен кезде 20 шығады. 36 дециметрді 4-ке бөлгенде 9 шығады. Келесі кім жылдам ойынын ойнап көрейік. Бұл жерде өрнектердің мәнін кем ретімен қойып, мақалдарды оқып шығу керек. Оның мағынасын өздеріңіз түсіндіріп берерсіздер. Бірінші бізде 36-ны 4-ке бөлу керек. 36-ны 4-ке бөлгенде 9 шығады, яғни 9 деген кіші деген сөз. 3-ті 4-ке көбейтеміз. 12, 12 саны халықтың деген шығады. 8-ді 4-ке бөлеміз. 2, ол бізде бірлікте. Енді бізде 9, 12, 2 сандарды шықты. Оны біз кем ретімен қойдық. Ең үлкен 12, 9, 2. Енді 12 санында бізде қандай сөз шықты? Халықтың, 9 кіші, 2 ол бірлікте. Сонда бізде халықтың күші бірлікте деген мақал шықты. Назарларыңызға рахмет.